Қазақстанда құрастырылып жатқан электромобиль 2-3 айдан соң жолға шығуы мүмкін. Бірақ оны жасаған мамандары қалталылар ғана мінетін автомобильдің болашағына күмәнмен қарап отыр. Электр қуатымен жүретін машинаның сапасына баға беруге де асықпайды. Құрастырушылар отандық тұңғыш электрлі көлікті жасауға 50 миллион теңге жұмсалғанын айтады. Сондықтан техника дайын болған соң бағасына қарабақ тұтынушының теріс айналуы мүмкін екенін жасырмайды. Бірақ инженерлер түптің түбінде осындай көлікке деген қызығушылықтың артарына сенімді. Айта кетейік, 2 жыл бұрын отандық Tesla-дан елеулі кемшіліктер табылды. Жобалаушылар оны қайта жетілдіруге кіріскен еді. Сложности – это вот отсутствие. Біз үшін басты кедергі арнайы құрастыру қондырғылары мен станоктардың жоқтығы. Сондықтан көлік қолдан жасалады. Бірінші матрицасы, ал кейін оның көшірмесі алынады. Бұған көп уақыт керек. Жалпы жоба Қазақстан үшін таңсық. Ал коммерциялық тұрғыдан қарағанда оның өзін ақтай қоюы екіталай. Десе де электромобиль біздің болашағымыз және оған сұраныс артады деген үміттеміз.